Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздермен емдік шөптердің бірі туралы тағы да бір қызықты мәліметпен бөліскелі отырмын. Сондай бір оқиға біздің отбасымызда болған. Менің әкем кеңес дәуір кезеңінде өмір бойы фельдшер болып жұмыс істеген. Өздеріңіз білесіздер, ол кезде маман тапшы. Фельдшер болғанмен де бір поселоктың врачы да өзі, медбраты да өзі, хирургы да өзі. Аса бір ауыр жағдай болмаса, аудандық емханаға ешкім бармайтын. Сол әкеміздің медпунктінен ғана ем алып, солай жүгіріп кете беретін кісілер. Енді Алла рахымына алсын, әкеміз біраз жыл бұрын дүниеден өтті. Ал енді оқиғаға келетін болсақ, бұдан көп жыл бұрын менен үлкен әпкем қатты ауырып, бірнеше ай бойы дәрілер қабылдауға тура келеді. Ішке ішетін дәрілер, ол ауру асқазан ауруы емес. Бірақ та сол ішкен дәрілердің ауырлығынан және де бірнеше ай бойы ішкендіктен асқазан ауырады. Әпкем асқазан ауырады, мен ол кез бала кезім, жартылай білем, жартылай есімде жоқ. Өткенде кездескен кезде соны еске алған болатынбыз. Содан кейін негізгі аурудан жазылғаннан кейін, бірақ та асқазаны ауырып, әпкем мүлде тамақ іше алмай қалады. Асқазан ауырған сондай бүріп, не жесе де асқазан тітіркеніп, сондай өте қатты ауыр жағдайға келеді. Сол кезде менің әкем өз дәрігер, ол ешқандай врачқа алып бармайды. Үй жағдайында бір ғана шөптің көмегімен сол әпкемнің асқазанын емдеп алады. Өткенде әпкеммен сөйлесіп отырсам, ол айтады, сол жағдайдан кейін менің асқазаным ешқашан ауырған емес дейді. Сондай құлан таза айығып кеткен жағдай болып отыр. Қазіргі күнде неше түрлі дәрілер болса да, қанша дәріні ішсең де, бір жыл, бір жарым жылдан кейін ауырып бастайтын, қайтадан сыздап бастайтын жағдайлар өте көп. Ал енді бір ғана қарапайым шөп дәрінің көмегімен жасалған емде ешқандай қайталау болмады деген нәрсе мені өте таңғалдырды. Одан кейін енді әпкемнен сұрадым, ол не шөп еді, қандай шөп еді десем, ол енді мынандай шөпті атады. Сіздер көріп отырған мына жапырақты білесіздер ма? Бұның не шөп екенін? Бұл деген мия шөбі. Қызыл мия деп атайды кейбір жерлерде, немесе кейбір жерлерде жай мия дейді. Орысшасын айтатын болсақ, бұл солодка. Жалпы білсеңіздер керек, бұл мия шөбінің тамыры өте пайдалы. Осы мия шөбінің тамырын қазып алып, камаз шетелге кетіп жатады деп айтады. Сондай жағдайлар көп кездеседі дейді. Бірақ та ол заңсыз нәрсе, ол контрабанда. Ондай жағдайды егерде көрсе, оның алдын алу керек, ондай тоқтату керек. Ал енді мына шөпке келетін болсақ, бұның қай жері ем? Мынау бізде мия шөбінің жапырақтары, үстіңгі жағы. Ал енді бұны емдік мақсатта қолдану үшін бұның тамыр жағын қазып алуымыз қажет. Бұның тамыры өте тереңге кетеді, 2 метр тереңдікке дейін, одан да аса тереңдікке бұның тамыры жайылып кете береді. Және де біраз жыл өскен кезде бұлардың тамыры өте жуан, сондай мықты тамырлары болады. Қазір сіздерге қазып алып көрсетемін ол тамырларын, және де емдік дәріні қалай дайындау керек, қалай ішеді, соны да сіздерге айтып көрсетіп беремін. Және де ол тамырларды жаз күнінде қазып алып, емдік мақсатта оны кептіріп сақтап қойса да болады. Сол кезде қыс күндерінде де пайдалануға болады. Қазір мен сіздерге қазып алып тамырларын көрсетемін. Мынау енді біздегі мия шөбі, міне жапырақтары осындай түсте болады. Ал енді мынау қазып алынған тамыр бөлігі. Енді бұны одан да тереңге қазып ала берсе болады, мүмкіндік болса. Бірақ та қазір бізде мына тамыз айы топырақ құрғап кеткен, сондықтан да одан тереңге қазу мүмкіндігі болмады. Осындай ұзындығы жарты метрден аса 60 сантиметрдей осындай бір тамыр қазып алдым. Қарасаңыздар, мына тамыр өте керемет емдік қасиетке ие тамыр. Жалпы интернеттен оқып көрсеңіздер болады. Бұл солодка деген нәрсені, мия дегеннің тамырын Европада кондитерлік мақсатта өте керемет көп пайдаланады. Және де Қытайда емдік мақсатта пайдаланады. Тіпті Европада осы мия тамырын кондитерлік мақсатта пайдалануға сондай талаптар бар дейді. Пайдалану қажет деген. Өйткені бұның біріншіден
емдік жағы өте керемет, және де бұны қосқан кезде табиғи дәмдегіш ретінде және де пайдалы витаминдер қоспасы ретінде бұны пайдаланады екен. Шынымен де қазір мына егерде қабықты ашатын болсақ, қабықтың асты сулы болып тұрады. Сол суды тілге тигізген кезде өте тәтті дәм болады. Қант салып қойған сияқты. Бұл мия тамырынан емдік дәріні дайындау үшін алдымен осындай қылып бөлшектерге бөлеміз, одан кейін жақсылап жуамыз, одан кейін осындай қайнататын кастрюль сияқты ыдысқа саламыз. Енді бұл рецепті мен тікелей әкемнен алған жоқпын, өйткені әкем тірі кезінде менің асқазаным ауырған жоқ. Сондықтан да бұл рецепті мен әпкемнен естуім бойынша өзім қалай өткен жылы іштім, сол рецепті сіздерге қазір көрсетемін. Оны дайындау үшін алдымен біз осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Шамамен 8-10 см осындай бөлшектерге бөлінді. Одан кейін бұны жақсылап жуамыз. Сырт жағындағы топырақтың бәрін кетіріп, одан кейін мынау сияқты кастрюль немесе осындай үлкендеу кружка сияқты эмальді ыдысқа саламыз. Осыған саламыз да үстіне таза суды құямыз. Оны толтырып құя берсе болады. Мына жерде шамамен 1 литрдей су. Енді осы күйі бұны газге қоямыз да кемінде жарты сағат, 40 минут немесе 1 сағатқа дейін қайнатамыз. Одан кейін бұны газге қойып, осылай қайнатамыз. Қайнағаннан кейін астын бәсеңдетіп, жарты сағат бойы қайнатып қоямыз, немесе 40 минут. Осы күйі қайнаған буда тұру қажет. Осылай дәрілік шөптің қайнап тұрғанына жарты сағат болды. Енді газдың астын өшіреміз де, осы күйі қақпағы жабық күйі толық суығанша қойып қоямыз. Шамамен 2-3 сағаттай тұрады. Сонымен біздің мына дәрілік тұнбамыз дайын болды. Жарты сағат қайнағаннан кейін оны суығанша осылай қойып қойдық. 2 сағаттан аса тұрды. Енді бұны біз мынандай шыны банкаға құйып аламыз. Сүзгі арқылы өткіземіз. Осындай қызыл түсте болуы қажет. «800-900 миллилитрдей осындай біздің дәрілік осындай тұнбамыз дайын болды. Мына қалғаны бізге қажет емес. Бізге осы сұйығы қажет. Енді бұны ішке қалай қабылдаймыз? Осы дайын болған тұнбамыздан шамамен 200 миллилитрдей тамақ алдында күніне 3 ретке дейін ішсек болады. Шамамен осындай мөлшерде қабылдаймыз. Тамақтан бұрын, жарты сағат бұрын аш қарынға ішсе тамаша болады бұны. Қазір дәмін көрейік. Дәм сондай тәтті, қант салып қойғандай сондай дәм бар. Соған қоса кішкене қышқыл привкус беріп тұрады. Осы күйі қабылдаса болады. Бұны енді қақпағын жауып, тоңазытқышқа, холодильникке сақтай береміз. Қалған құйып аламыз. Дәл мұна банкамызға сиятындай мөлшерде шықты бізде. Осы күйі енді осыны холодильникте сақтаймыз. Немесе басқа да бір салқын жерде сақтауға болады. Осы күйі қабылдаймыз. Мынау біткенше ішіп, одан кейін тағы да жасап, тағы да іше берсе болады. Жалпы бұны қабылдау уақыты 10 күн, 15 күн, немесе әрі кетсе 18-20 күнге дейін ішуге болады. Ұнады екен деп, оны шексіз қабылдай беруге болмайды. Өйткені бұл жай ғана шөп болса да, ол жерде емдік болғаннан кейін оларға қарсы көрсетілімдер болады. Оның бірі мына емдік дәріні көп ішкен кезде адам ағзасында калий элементі шайылып кетуі мүмкін, бірақ та ол нормадан артық 1 айдан аса
көп мөлшерде қабылдаған кезде ғана болуы мүмкін. Ал енді нормасымен 10 күн 15 күн ішкен кезде, 20 күнге дейін ішкен кезде ондай ешқандай да әсер болмайды. Сондықтан да оны қорықпастан қабылдай беруге болады. Курс ретінде жылына бірнеше рет осылай қабылдаса болады. Жалпы өздеріңіз интернетке кіріп солодка немесе мия тамыры деп іздестіріп көріңіздер. Ол жерде көптеген ақпараттар табасыздар. Мен тек қана бір жағын айтып отырмын, бұның асқазанға пайдалы жағын. Одан бөлек бұл мия тамырының тұнбасы асқазаннан бөлек көптеген ағзаның басқа да жерлеріне өте пайдалы. Оны интернеттен қарап көрсеңіздер болады. Соған қоса бұл видеоның мақсатын дұрыс түсініңіздер. Егерде сіздерде өткір жағдай болса, әрине дәрігерге қаралып, дәрігердің кеңесін алып, дәрігер берген ем шарамен емделген дұрыс. Алайда әртүрлі жағдай болады. Кейбіреулерде созылмалы аурулар, кейбіреулерде дәрі ішсе де кетпейтін жағдайлар болады. Сондай кезде бұндай амалдар өте таптырмайтын нәрселер болып табылады. Сондықтан да барлықтарыңызға сәттілік, ауырмаңыздар. Келесі эфирде кездескенше.